Бүгінгі видеода Еркош екеуміз 4 қызға қарсы ойнайтын боламыз. Ема достар, бізде соңғы раунд әйтпесе ұтпасақ қазір ұтылатын боламыз достар. Биткелімізде ема достар ұтылатын болдық па не? Ема достар, қыздардан ұтылдық. Видео өте қызықты шықты. Видеоны до конца көріп кетсеңдер болады. Ассалаумағалейкум достар, қалай жағдайлар? Сендермен бірге мен Микош, менің қасымдағы досым Еркош, өзіңді таныстырып кет. Ассалаумағалейкум достар, қалайсыңдар? Видеоның тақырыбына көргендерінде біз қазір Еркош екеуміз 4-2 болып против қыздарға ойнайтын боламыз. Видеоны бастамастан бұрын осы каналға тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпа. Бізді скоро осы каналда бізде 5000 подписчикқа тезірек жеткізіп тастайық. Ал достар, біз 4 қызымызды шақырып алдық, енді стартты басайық достар, енді қызық болайын деп тұр. Айбай достар, біздің бірінші раунд басылып кетті, бізде әлі 7 раунд бар достар, енді шанс бола ма жоқ па, давайте комментария жазып кетіңдер. Ал бізде мына жақта уже Раша кіріп отыр ғой достар. Так, мына жақтан бүйтіп бармасам стенка қойып, біздің қыздар айырып қоймаса болды достар. Так, мына жаққа стенка қоямыз, мына жақтан бір баланы бүйткенімізді мә етіп бір басын беріп жіберейік достар. Енді мына жақта барлығы достар артынан келіп отқан қарасыңдаршы. Так, мына жақта тағы бір қыз жүр. 4 жағымыздан жабылмаса болды достар. Мына жақтан бүйтіп берейін ба десем, ойбай достар, біз артымыздан уже қыздар келіп қойған ғой достар. Уже мына жақта атысып жүрсек, так, бізде мына жақта стенка қойып достар, артымызды жауып. Не болып отыр достар, мына жақта не болып отыр? Так, мына жақтан бір қызымызды келеміз де басына айбай достар, мына жақ момент етін негізші қадап тастайтын моментте енді қадаймай жүрмін достар. Мына жақтан бір емделіп алмасам, қазір любой жерде атып кете салады мені. Мына жақтан емделіп шығып бара жатсам достар, мына екі қыз күтіп тұрса бола ма? Біреуін басына жабыстыр жердік, енді біреу қашып кетті. Енді так, мына жақтан біреу қалды. Биткелемізді, так, биткелемізді мә еді біреуін қадап тастаймыз. Әйтеуір дегенде біреуін қададық достар. Мына жақтағы соңғы қызды келемізді, короче, биткелемізді, бүйтіп маймылдығымыз таватыр, короче, бітемізді, секіремізді, бүйтіп басына бір береміз. Так, екінші береміз, ойбай, өлмеймін мен ойланау. Так, біткелемізді, секіремізді, екінші басын қадаймызға деп келемізді. Басын шарты енім, мә деп қадап тастаймыз достар. Енді 2 минут жасап кеткесің о достар. Енді бірінші раундта 2 минут. Так, біздің екінші раунд басталды достар. Мына жақтан біздің қыздар келе жатыр екен. Так, мына жақтан бүйтіп секіреміз. Мына жақтан примерно бір 2-3 қыз келе жатқан сияқты достар. Енді күтіп алу керек бізге аккуратно ойнау керек достар. Бізде аккуратно жабық, короче, сөйтіп ойнау керек болыпты. Мына жақтан біздің бір девушкамыз келе жатыр екен. Короче, бітемізді басына бір қадаймыз. Енді бізде енді фулка кетіп отқан жоқ, өйткені біз ботпыз достар. Біз негізі қыздарға қарсы осылай боттығымыз саватыр. Хедіміз вообще шығып тұрған жоқ достар. Оны қойып ендерші. Мына жақта 2 қыз мені қоршап алған. Так, мына жақтан стенка неге жерге стенканы қоямыз да, так, бітемізді. Мына қыздың басына бір береміз, секіремізді. Мынаны да берейін ба деп ойлаған ем достар. Бетіме жабыстырып тастады ғой. Жамболат, бір көрсет өнеріңде, қаны. Ай, жасшан құрраш. Ай, қаны. Ай, жануар. Ой, Жамбол, не болды? Ет болып қалды ғой? Қой таста әзіл әдейсін дегенде болды ма достар. Біздің Еркош енді 3-ке 1 аламай қалды, оның орнына жеп қалған сияқты достар. Енді бізге осы раундта алу керек достар. Бізде мына жақта 2 қыз келе жатыр. Енді бізге енді байт етіп тұру керек достар. Келемізді басына бір қадаймыз достар. Такен анам бас жоқ, бізде ана жақта 3-ші қыз келіп отыр ема достар. Қыздардың барлығы Еркош жақтама достар. Мына жақтан келемізді басына қадап тастайтын сәтте достар. Ема қадайтын жерде қадай алмай жүрмін ба дедім ғой. Так, мына жақтан бір стенка қоямыз. Айбай достар, біздің Еркош айырып жатыр ма дедік қой. Так, мына жақтан біреуін тағылдырды достар. Енді бізде 2 қыз қалды. Так, мына жақтан бір табиба деп тастайық енді достар. Мына жақтан соңғы қызды келемізді басына қадап тастаймыз. Енді бізде мына жақта тағы бір қыз бар. Қазір біз соңғы қызды келеміз да, короче, бітемізді басына қадап тастаймыз ғой достар. Как раз біздің Еркош талқапты. Жүріп достар, уже бізде 4-ші раунд басылып кеткен ғой достар. Так, мына жақта бізде 4 килдан бізде 8 кил бар екен. Так, мына жақтан біз күтіп ойнамасақ, енді қазір мыналар енді камбэк істеп кетсе бәле ғой. Короче достар, маған қарап 2 қыз келе жатыр. Ол қыздарды бітеміз, короче. Секіреміз да, бір қызды басына қадап тастаймыз. Оны гарантия көтеруге кетеді ана қыз. Короче, стенка рашпен кіреміз. И достар, осылай упорно кіру керек қой достар. Бітеміз да, короче, фулкаға дейін ба дегенім достар қаталмай қалады ғой. Ема достар, паражинак ұсталып отыр мына жақта. 3 қыз енді жан жағына атпаса болды деп тұрғанда
достар, мына жақта бір қыз келіп қалады. Ема достар, бүйтіп юмпиді аламыз да, бүйтіп келеміз да, басын бүйтіп қадап тастамыздық. Яйби, достар, жаман қадалды мынау. Міндетті түрде достар, добивать етеміз. Короче, мына жақтан бір емделіп болмаса, мына жақта бізде уже екі қыз қалыпты, достар. Так бүйтіп келеміз да, короче, біреудің басына бір қадам келіп тұр дейміз да, біреудің басына қадаймыз, достар. Короче, бізде мына жақтан бір қыз қашып жатыр екен, достар. Бүйтіп басына тағы қадайын ба дегенім, достар, тағы да кетпей қалады ғой. Ема, достар, тағы бот болып тұрмын ғой. Тағы мына жақтан тағы қадаймай қалдым, достар. Короче, бізге бірге бір алу керек, аламасам ботпын, достар. Так, мына жақта бізде лолық пысақ қалу керек негізі, достар. Енді упорно қуаламасам болмайтын сияқты, достар. Біздің девушка қашып баратыр, достар. Біздің девушка қашып баратыр. Бүйтіп басына тағы да қадаймай қалдым. Ойбай, немене бәле мынау? Жаман қадалмайтын немене драбашын. Артынан барайын дегенше, достар, біздің Еркош алып тастапты. Хороший. Бізде 5-ші раунд басталды, достар. Енді мына жақта бізде енді қыздардың барлығы келе жатыр. Короче, достар, мына жақтан күтіп отырамыз. Мына жақтан сразу екі қыз келді. Біреудің басына береміз, достар, 70-70-сін. Бізде, достар, мына жақта екі қыз жүр. Қазір жабылып кетпесе, мына жақтан стенге қойып қашпасам болмайтын сияқты. Мына жақта қойылмай қалады, достар. Мына жақта үшінші қыз келіп жатыр. Ема, достар, мына жақ шармен дейшін болып жатыр ма дедік қой. Короче, мына жақта Еркошқа барлығы жабылып жатыр екен. Сәл көмекке келіп көмектесейін деп жатырмын, достар. Мына жақтан стенге қойып атып жүрейік. Так, достар, бізде екі қыз қалды. Яғни бізде енді екі ойнаймыз деген сөз бұл. Енді мына жақтан бізде бір қыздар келе жатыр, басына қадап тастады. Ойбай, достар, біздің Еркошымызда бір қыз алып тастады. Ема, так, мына жақтан бүйтіп кіремесем болмайды сияқты, достар. Ойбай, достар, кет зона жүгірейік. Зона жүгіру керек, достар. Өлеміз бе, өлмейміз, айби. Ойландаш, достар, мына жақ лабиринт болып кеткен ғой. Бүкіл адамның стенге салып кеткен ғой мына жақта. Ал біздің 6-ші раунд басталды, достар. Енді победаға деген бізге енді 3 раунд қапты, достар. Енді 3 раунд ұтатын болсақ, бізде победа, достар. Кім ұтады деп ойлайсыңдар, достар? Қыздар ұта ма, әлде Еркош екеуміз бе? Давайте комментария жазып кетіңдер. Мына жақта бізде уже ағатыс кетіп жатыр, достар. Бір фулкасын бір қадап тастаймыз, достар. Мына жақтан енді бүйтіп келеміз да, басына тағы да секіріп атайын ба десем. Мына жақта, достар, жаман атыс кетіп жатыр. Короче, бітеміз да, бір фулкасын бір қадап тастаймыз. Йориканың, короче. Так, мына жақтан тағы бір қыз келіп алды ма? Не, ема, достар, уже келіп үлгерген ба? Айбай, достар, уже мына жақта 3 қыз жүр ғой. Прикиньте, достар, мына жақтан бір фулкасын қадайын ба деп ойлаған едім, өзім шайып жатырмын, достар. Мына жақтан бүйтіп келеміз да, бана қызды қайтып қадай алмай қалдым, достар. Момент жіберіп жүрмін мына жақта өзі. Сәл жиналып ойнамасам болмайтын сияқты, достар. Так, бүйтіп мына жақтан тағы қадай алмай қалдым. Хорошо. Тағы да қадай алмадым. Хорошо, достар. Ладно деп қоя салайық, тағы да қадай алмай қалдым. Өйткені мен нубпын, достар. Қыздарға қарсы осылай қадаймай жүргенім өзінде. Бүгіннен бастап, достар, Еркошты бот деп айта беріңдер, достар. Мынадан кейін қалай бот деп айтпайсың енді. Мынаны айтсаңдар, не істейсің енді? Мынадан кейін не істеуге болады? Бізде әлі, достар, 4 қыз бар. Енді 4 қызды енді қалай ұтсақ болады? Енді мына жақта рисковать етіп көру керек бізге. Мына қыз енді рашқа кіре береді екен, достар. Бүйтіп басына қадап тастайық. Так, мына жақтан тағы екінші қыз жүр. Біздің девушкалар мына жақта күтіп тұр екен. Короче, бетемізді қашып баратқан жерінен біреуін талдырамыз. Екінші девушка біздің енді қайда кетті, достар? Мені тастап қайда кетіп барады деп жатсам, екеуі қашып баратыр екен ғой, достар. Екеуін қадай алмадым, достар. Енді 2 тычка аттым, екеуін қадай алмадым. Зонаға өлейін ба, достар? Ойбай. Мына жаққа келіп қалсам, біздің Еркош көкеміз барлығын айырып жатыр екен. Мына жақтан қарап тұрайық. Мына жақта Еркошқа сеніп отырсам, достар, Еркош жеп қала салған қалай кетті. Енді бір қыздан, короче, бетеміз да, короче, барамыз да, арасына барамыз да, короче, барамыз да, бит келеміз да, короче, келеміз да, бит басына бит қадап тастаймыз, достар. Әшейін сән ғой, маған басқа қадау, әшейін сән ғой. Бізде 7-ші раунд басталды. Бізде килл бойынша Еркош 1-ші орында тұр екен. Енді АФК білмедім. Қыздардың барлығы қайда десем, барлығы Еркош жақта екен ғой, достар. Бізде 3 адам қалыпты. Енді 3 қыз десек те болады. Мына жақтан бізде бір қыз келіп жатыр, басына қадай алмай қалдым, достар. Тағы да қадай алмай қалдым. Ема, барлығы маған келіп жатыр. Өлә, достар, енді 3-ке 1 алам ба мен? 3-ке 1 енді алу маған енді сәл қиынырақ болайын деп тұр. Енді хед болмағаннан кейін енді мен вообще хед ұшып тұрған жоқ. Короче, девушкаларды осылай жазалайды. Қарап алыңдар. Мұқият қарап алыңдар. Бетемізді басына фулкасын қадап тастайын ба дегенім енді өтпей қалды. Ну ладно, достар. Ну ладно, бұғанда көне екенді бір раундта
алды біздің қыздар хорош. Енді бізде енді айрық қоятын қыздар бар екен. Микош көкелердің оралды достар. Микош көкелердің оралды деп айта беріңдер. Бағанағы хейтшоты ұшпайтын жылап жүрген Микоштарын қазір айырады. Біздің девушкалар мына жақта жүрген сияқты достар. Сәл сезіп тұрғаным бар достар. Мына жақтан как раз біреу шықты. Басына қадайба деймін достар. Астыға түсіп кеткен қалай кетті. Так мына жақтан тағы да қадайамады. Ну ладно достар, енді ұшпай қалды. Бір жолға мына жақтан сәл ұшпай қалды достар. Енді рандом тип кетпесе енді мына жақтан сәл адам көп болғаннан кейін достар мына жақтан шайып жатырмын енді. Мына жақтан қазір шайып жатқаным бар. Бағана қырам жоям деген бала қазір оларды жазылайды деп айтайын ба деп ойламағам, негізі ойламағам. Ал біздің Еркош 3-1 қалды. Енді Еркоштың ойынын көрейік достар. Хайлайт жасайма дегенім жегіз жерді Ерка. Бізде уже 9-шы раунд басталып кетті уже достар. Ойласаңдар, 9-шы раунд ойнап жатырық. Бізде енді ұсту керек достар. Бізде қазір камбэк жасайтын болса, енді позоры бізде Еркош мына жақта отырып алды. Неғып екен білмедім. Мына жақта әдемі атыс болып жатыр. Мына жақтан келе жатқан әпшемізді бір күтіп ала саламыз. Мына жақта так көтеріп жатыр оны. Сәл қиындау болатын сияқты достар. Енді 4-1 ойнап жатқаннан кейін так мына жақтан тағы біреуін күтіп аламыз. Яғни тағы да біреу минус достар. Оны көтеріп алған ба неме өлі. Тағы да бізде 3 болып кетті. Енді стенканы ашып шыға берейік. Енді мына жақтан ойбай достар жегіз жерді ғой ема. Хорош. Ал біздің Еркоштан бір хайлайт па деп қоясың. Короче бізде мына жақтан хорош. Не дейді достар. Ериканы уже бізді құлатып тастады. Енді 2-1 қалды. Тағы да хайлайт бола екен. Ойбай не дейді достар. Арка деген қыздың басына қадап тастады ма дедік қой. Бізде зона қысылды достар. Еркошпен бір қыз енді кім ұтады деген давайте көрейік. Ал айбай достар. Так бізде ема хорош. Біздің Еркош ұтып кетті. Победаға достар бізде бір раунд қалды достар. Ойландаршы бізде қазір бір раунд алатын болсақ біз 4-2 қыздарды ұттық деп есептесек болады. Енді бізде челленджімізді аяқтаймыз осымен. Біздің F4-тер қайдан келеді екен достар? Біздің F4 келе жатыр. F4 деп бір қыз шықты. Енді бастағаны молодец. Енді бірінші болып шыққаны. Мына жақтан бір әпшеміз келе жатыр екен. Короче бетемізді басына бір шөлп еткізіп сүйіп аламыз достар. Екінші қыз келе жатыр. Бұнда тура солай сүйіп алайын ба дегеннен тиме қалды достар. Арттан тағы да бір қыз атып жатыр. Енді екеуі жапылып жатыр деген сөз. 4-еуін алып достар квадро істеп кетсең әдемі шығар. Так мына жерде бит алдаймыз да 2 стенкамызды қоямыз. Короче тағы да мына жақтан тиме қалады. 2 стенкамызды қоямыз да бетеміз да короче бетеміз да басынан күтіп ала саламыз. Мына әпшеміз короче маған атылып қойды. Неғып атыласын енді бір басын қадап тастадық достар. Ойбай достар бізде уже 2 қыз қалып тойбитіп жүргенде короче бетемізді короче бетемізді басынан бір шөлп еткізіп сүйіп аламыз. Достар квадромания ема. Так мына жерде соңғы қыз келді. Так ястребтің дәмін көргіз жеремізді болғанда бетеміз короче. Деп тағы да бір ястребтің дәмін көргіз жердік достар. Ойбай победа мани. Ал біздің қыздарға қарсы челленджіміз аяқталды. Видеоны ұнаса лайктарыңды басып каналға тіркеліп лайктарыңды пытырлатып кетсеңдер болады. Ал сендермен бірге болған сендердің сүйікті Микоштары келесі видеоларда көріскенше.